реально күшті болыпты деймін да. Айран ба? Әдемі болыпты. Мынау біздің үйдің айраны. Өзім үйттім. Бізде мынау ешкі сүтін қолданамыз, білесіздер, иә? Ешкі сүтінде бізде казеин, сіңімді казеин да. Мысалға сиырдың сүтінде бізде альфа-казеин болса, бұда бета-казеин деп айтады. Сіңімді казеин аллергиялық реакцияны кем туғызады. Яғни осы ешкінің сүтінен айранды жақсы көреміз үйде бәріміз. Негізінде бізде сүтті тек қана кішкентайымыз ішеді, ал қалғандарымыздың барлығы осы айран. Айран деген ең мықты нәрсе ғой. Біздің өзіміздің қазақтың өсіп өнген мынау кисломолочный деп айтады ғой қазір орысша, иә. Осының барлығы біздің қазақта болған қымыз, қымыран, айран деген нәрсенің барлығы мынау ішкі микрофлораны реттейді, иә. Мен мына жерде ешкінің сүтіне бізде жақсы микрофлораны алатын жерлерім бар. Сіздер білесіздер, мен Coral Club компаниясында жұмыс жасаймын тағы да. Сол жерде бізде суперфлора, биокрунга деген жақсы микрофлорасы бар өнімдер бар. Солардан айран жасап қоямын. Мінекей. Сонда сіздің ішегіңіздегі жақсы микроорганизмдер көп болған сайын сіздің иммунитетіңіз күшті болады. Баланың иммунитеті мықты болады. Гормональный фон дұрысталады, иә. Настроениеңіз жақсы болады. Өйткені мына ішек микрофлорасында біздің настроениеға да әсер ететін серотонин деген гормондар түзіледі, білесіздер. Яғни осыған біз осы міне айранды ішіп отырамыз, барлығымыз бір кесе күнделікті кем дегенде. Білесіздер, бізде ішегіміз ол екінші миымыз. Ол шынымен де қазір дәлелденген ішек екінші ми. Бірінші мынау мысалы отравление болған кезде жаңағы ми пока оған бір нәрсе деп айтамын дегенше ішек бірден құсып тастайсыздар, яғни мына ішектегі нерв жүйесі оған реакция береді. Яғни осы жақта өзіңіздің миыңыз отыр деген сөз. Сондықтан да балаға әшейін жаңа йогурттарды сатып ала бермеймін, мысалы. Ал йогурттардың құрамында мысалға өте зиянды, мысалы аспартам бар, мысалға, иә. Басқа да дәмдеуіштер бар. Оның орнына өзіңіз қолдан жасап айранды, оған неше түрлі жаңағы жеміс-жидектерді қоссаңыздар, балаңыздың иммунитеті мықты болады. Қайнағанда да көп уақыт алмайды. Сүтті қайнатасыз, одан жаңағы аштыны саласыз, өзіңіз заранее аштық жасап қоюға болады. Содан кішкене бір ас салып жіберсеңіз, мына жаздың күні тез үйиді.